Оған қақты есі болым десем, тиктоктан көрем ғой деймін. Бір көрсең сондайлар шыға береді. Иә, шыға береді. Сондай проблеманы көрген сайын ағза қиналады. Содан до того, бауыр да содан қиналады екен, бауыр. Мынандай ғой, негізі ондай, мысалы сондай неден адам өртенсе, сондай неден қайтыс болса, ол Құдайдың қалауы, уже сенің өмірің бітіп тұр да. Әр адамға өлшеп береді өмірді. Соны уже уақыт сәті келді ма болды. Бір соған не келтіреді. Сондықтан ол біреудікін несін керек емес негатив. Көріп, тыңдап. Оны сөз болып, Бұрынғы аталар айтқан екен, үйге даладағы жаман нәрсені кіргізбеген екен. Мысалы біз қазір жаназасы бар деп айтамыз ғой, сол дұрыс емес екен. Потому что сояқта қап кету керек дейді ол. Өзің басына келеді солай. Соны кішкентай балдар, мысалы біз өзіміз кішкентай кезімізде естімегенбіз ғой, әке шешеміз барып келіп жатады, қайға барып келдің деп сұрамаймыз. Бір жерге барып келдім деп айта салатын. А қазір біз ойбай ана пәленшеше сол сөйтіпті да сөйтіп айтамыз ғой, сол дұрыс емес деп. Кеше мен бір неден оқыдым. Сырттан алып кірмеңдер деген. Ондай нәрсені вообще көрмеу керек та. Көрдіңіз ба, ешкімге айтпаңыз. Айтқан сайын сіздің миыңызда жазыла береді. Повторяется. Сіздің өміріңізде сол қайталанады. Жақсы нәрсені. Ой деп таңғала беру керек. Мынандай ақша тауыпты. Күшті екен ғой деп соны айта беру керек. И сол кезде сіз де сондай келеді. Құда қаласа. Мен айтсам, сондай нәрсені Алла саған жақындата береді ғой. Біреудің айлығын, біреудің жетістігін айтқан сайын, сондай саған да келеді. Мынау осыны қалап жатыр екен ғой деп. А сен жаңағы проблемаларды көре берсең, соларды тізбектеп жүрсең, сондай нәрселер келе береді. Сол үшін білесің ба?